Ассаламу алейкум. Мынау біздің неміз пациентіміз. Мына пациенттегі нені көріп жатсыздар. Қазір мына ЛК4 пен ЛК5, ЛК5С1, 3 пен 2-де, ЛК2 мен 3-те. Мына 4 күрежан көріп тұрсыздар. Ең үлкені ЛК4 пен ЛК5-те. Яғни мына жерде қазір қорытынды қағаздағы нені көрсетем. Яғни 13-те 5 мм. 13-те 5 мм стенозирующее переднее эпидуральное пространство деп мына жерде жазып жатыр. Мына қорытынды қағаз міне. Несімен міне ЛК4, ЛК5, ЛК3, ЛК4. Міне стеноз позвоночного канала деп тұр. Яғни жұлынды қысқан нені жазып тұр. Бір аптадан кейін МРТ-ға түскендегі нәтижеміз. Бұл жерде жаңа алдыңғы срезді қарасаңыз міне. 3 пен 2, 2 пен 3, 3 пен 4 соның бәрі таза. Тек қана 4 пен 5-іміз қалған. Мына жерде жаңа 13-те 5 мм-ден тек қана мына 8-де 9 деген мынау қалған. Қалғанның бәрі уже қарапайым неге төмендеп жоқ болуға, яғни өзінің баяғы бабына түсуге кеп тұр.